Қыздар, сіздермен бүгін біз сүзбелі бәліш, яғни творожный пирог пісіретін боламыз. Алдымен қамырын жасаймыз. Алдымен бөлме температурасындағы 80 грамм май қажет. Жарты чай қасық разрыхитель, 20 грамм қант, 2 жұмыртқа, 250 грамм ұн. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа мен майды алдымен қосып, араластырып, үстіне қант саламыз. Одан кейін онды екі бөлікке бөліп, разрыхительді екіге бөліп, оның үстіне салып араластырамыз. Мен вилкамен араластырып алдым бірінші. Сәл қамыр бола бастағанда қолымызбен араластырамыз. Жұмсақ қамыр шығуы қажет. Жұмсақ қамыр шығады. Осы қамырды алып, жарты сағатқа холодильникке пакетке салып қоямыз. Міне осындай жұмсақ қамыр. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, он сеу арқылы жайып шығамыз. Қатты жұқа болмауы тиіс, және қатты қалың болуға да болмайды. Мысалғы 5-4 сантиметр болады. Мынау бізде 24 диаметрлі форма. Форманың іші майладым мен. Қамырымызды осылай формаға кигізіп жабыстырып шығамыз қамырды. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Менде творожный масса. Сізде егер творог, яғни сүзбе болатын болса, міндетті түрде блендермен айландырып алыңыз және қант қосыңыз. 700 грамм творог, осының ішіне 3 ас қасық қаймақ салдым. Және 2 жұмыртқа қосамыз. Ол жұмыртқа ұстап тұру үшін. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыздың үстіне құйып, қасықпен тегістеп аламыз. Бетіне әдем болып тұру үшін мен қатырылған малина салдым. Сіз кез келген малина, вишня салсаңыз болады. 180 градусқа 40-45 минутқа пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айжан Ерболат қызы.